Бәріне сәлем. Бүгін ашытқысыз-ақ шелпек пісіретін боламыз. Бір жасағаннан шығатын рецепт. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. 4 ас қасық құм шекер қосамыз. 1 жұмыртқа шағып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Мінекей менің қамырым дайын. Міне саусақ бататындай жұмсақтығы бар. Осылай илеп аласыздар. Қамырды демалдырудың қажеті жоқ. Бірден осылай кесіп, бөліктерге бөліп, жуалап, дайындап қоямыз. Енді табамызға майымызды құйып, жақсылап қызғанша астын көтеріп қоямыз. Май жақсы қызу керек. Егер майларыңыз қызбаған болса, шелпектеріңіз майды өзіне сіңіріп алады. Майымыз қызғанша әр бөлікті осылай домалақ етіп жайып шығамыз. Майымыз қызғаннан кейін қамырларымызды осылай салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осымен шелпектеріміз дайын. Ас болсын.